Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар. Бүгін бізде қысқаша көбейту формулалары. Бізде қысқаша көбейту формулаларынан мынандай 7 түрі бар. Ең біріншісі, яғни квадраттарының айырмасы. А-ның квадраты азайту b-ның квадраты тең а азайту b, а қосу b. Бұны біз жаттап алуымызға болады, немесе ұмытып қалған жағдайда өзіміз келтіріп шығара аламыз. Қалай келтіріп шығара аламыз? Мысалы, оң жағынан сол жағынан оң жағын келтіріп шығаруға болады. Мысалы, қараңыздар, а азайту b, а қосу b дегеніміз, яғни бізде көп мүшені көбейтуді есімізге түсіретін болсақ, яғни бірінші мүшемен екінші жақшадағы бірінші мүшені және екінші мүшені осылайынан көбейтетін болсақ, қазір біз формуланы келтіріп шығара аламыз. А мен а-ны көбейтсек, а-ның квадраты. А мен b-ны көбейтетін болсақ, АБ. Минус b мен а-ны көбейтетін болсақ, минус АБ. Минус b мен b-ны көбейтетін болсақ, минус b-ның квадраты. Көріп тұрғандарыңыздай, плюс АБ мен минус АБ екеуі бір-бірімен қосылса 0 болып кетеді, яғни азайтылса. Сонда бізде қалады а-ның квадраты азайту b-ның квадраты қалады. Демек, міне, оң жағынан сол жағын келтіріп шығара аламыз деген сөз. Мына жерде мысалы, екінші формулада а қосу b-ның квадраты. Егер бұл формула естеріңізге түспей жатса, сіздер былай істеңіздер. А қосу b, а қосу b. Яғни квадрат дегеніміз а қосу b, а қосу b. Осындайдан екі жақша бар деген сөз. Тағы да сол көп мүшені көбейту бойынша осылай көбейтсек болады. А мен а-ны көбейтсек а-ның квадраты, а мен b-ны көбейтсек аб, b мен а-ны көбейтсек және аб, b мен b-ны көбейтсек b-ның квадраты. Көріп тұрғандарыңыздай, ортасында а, б-дан екеу бар. Оны біз жаза аламыз. А-ның квадраты қосу 2аб қосу b-ның квадраты деп жаза аламыз. Екінші формула. Үшіншісін а азайту b, а азайту b деп жазатын болсақ, яғни квадрат дегенді. Онда оны да тура осы әдіспен келтіріп шығара аламыз. А мен а-ны көбейтетін болсақ, а-ның квадраты, а мен b-ны көбейтетін болсақ, аб, b мен а-ны көбейтетін болсақ, және де минус аб, минус b мен минус b-ны көбейтетін болсақ, плюс b-ның квадраты. А-ның квадраты минус 2аб плюс b-ның квадраты. Осы үш формуланы естеріңізге ең жақсы сақтап алатын болсаңыздар, қалғандарын да осы әдіспен келтіріп шығара аламыз. Мысалы, мына соңғылары деген а азайту b-ның кубы дегеніміз. Қарасаңыздар, егер де ол естеріңізге түспесе, мысалы, а азайту b-ның кубын естеріңізге сақтай алмасаңыздар, былай істесеңіздер болады. Ол дегеніміз а азайту b-ның квадраты, а азайту b. Яғни, осында екі жақшаның көбейтіндісі деген сөз. Жаңағыдай есімізге сақтап алған а азайту b-ның квадраты бізде а-ның квадраты азайту 2аб плюс b-ның квадраты ғой. Енді осыған көбейтеміз а азайту b-ны. Тура жаңаға әдіспен осылай көбейте береміз. Сол кезде бізде, мысалы, жалғасты есептеп көретін болсақ, а-ның квадратына а-ны көбейтетін болсақ, а-ның кубы шығады. А-ның квадратына минус b-ны көбейтетін болсақ, минус а-ның квадраты b шығады. 2аб, минус 2аб-ға а-ны көбейтетін болсақ, минус 2а-ның квадраты b шығады. Минус 2аб-ға минус b-ны көбейтетін болсақ, плюс 2аб квадрат шығады. Және енді b-ның квадратымен жеке-жеке көбейтетін болсақ, аб-ның квадраты минус b-ның кубы шығады. Енді а-ның кубы және мына жерде бізде а-ның квадраты b, а-ның квадраты b, бұндайдан, яғни 3 а-ның квадраты b, және плюс 3 аб квадрат азайту b-ның кубы. Яғни, осы әдіспен соңғы формулаларды да келтіріп шығара аламыз. Енді осыған біздер есептер қарастырып көрейік. Бұл жерде бізге бірінші формулаға есептер берілген. Бұл формулаларды жақсы есте сақтау үшін сіздер
А жаттығу, Б жаттығу, С группа барлықтарында берілген есептердің барлығын ешқандай бірде-бір есеп қалдырмай шығарып шықсаңыздар, ұмытылмастай естеріңізде қалатын болады. Осы жерден біз мына 6 есепті шығарып көрейік. Біздегі жаңағы формуламызды жазып қояйық, сіздерге түсінікті болу үшін. А-ның квадраты азайту Б-ның квадраты дегеніміз А азайту Б, А қосу Б болды ғой. Енді бізде беріліп тұрғаны осы оң жағы. Оң жағынан сол жағын келтіріп шығару керекпіз. Яғни x азайту 5, 2 қосу 5. Яғни сіздерге былай беріліп тұр. 2 азайту 5, 5 қосу x деп тұр. Бізде бұл жерде сіздер бұдан қорықпаңыздар, бұл жерде қосылғыштардың орны ауысқанымен қосындының мәні өзгермейді. Сол себепті біз бұны былай деп жазсақ та болады. Енді қарасаңыздар, яғни бірінші санның квадраты x-тің квадраты азайтылған 5-тің квадраты. Немесе оны x-тің квадраты азайту 25 деп жаза берсеңіздер болады. Тура сол сияқты екінші есепте де 10 азайту k, k қосу 10 депті ғой, оны 10 қосу k деп жазып алайық бірден. Онда 10-ның квадраты азайту k-ның квадраты. 10-ның квадраты 100 азайту k-ның квадраты деп жаза бересіздер. Ал енді бөлшек болған кездегісінде қарастырайық. Бөлшек болған кездегі 6-шы есепті қарастыратын болсақ, 15-тен 4 n азайту m. Бұл жерде де қосылғыштардың орнын өзіміздің қалағанымызша ауыстырбасақ болады. 15-тен 4 n қосу m деп жазбасақ, бірінші, яғни 15-тен 4 n-нің квадраты. 15-тен 4 n-нің квадраты азайту m-нің квадраты деп жазайық. 15 дегеніміз бізде 225, 4 дегеніміз 16, n-нің квадраты азайту m-нің квадраты болады екен. Және де бірнеше есептерді қарастырайық. Мына жердегі 4-шіні қарастырайық. А қосу 3-тен 2 b, А азайту 3-тен 2 b. А мен А және 3-тен 2 b мен 3-тен 2 b. А-ның квадраты азайту 3-тен 2 b-ның квадраты. А-ның квадраты азайту 9-дан 4 b-ның квадраты болады екен. Келесі, тағы да осы, енді бізде осы формуланың сол жағы берілген, яғни сол жағы берілген, содан оң жағын келтіріп шығару керекпіз. Яғни бізде А квадрат азайту Б квадрат берілген, енді оны А қосу Б, А азайту Б бойынша жазу керекпіз. А-ның квадраты азайту 49 дейді. А-ның квадраты азайту 49. 49 дегеніміз, яғни 7-нің квадраты болғандықтан, оны 7-нің квадраты деп жазсақ болады. Онда бірінші санымыздың орнында А, екінші санның Б-ның орнында, яғни 7 тұр. Онда біз А қосу 7, А азайту 7 деп жаза алады екенбіз. Тура сол сияқты мына 6-сын қарастырып көрейік. 121-ден 100 азайту y-ның квадраты. 121 дегеніміз, яғни 11-дің квадраты, 100 дегеніміз 10-ның квадраты. Азайту y-ның квадраты. Онда біз оны 11-ден 10 қосу y, 11-ден 10 азайту y деп жаза аламыз. Тура сол сияқты басқа есептерді де осындай әдіспен шығарып көрсеңіздер болады. Енді жалғасты 7-шісін шығарып көрейік. Z-тің квадраты азайту 196-дан 169. Z-тің квадраты азайту 196 дегеніміз нешенің квадраты? Есімізге түсірейік. Яғни ол 14-тің квадраты, я? 169 13-тің квадраты. 14-тен 13-тің квадраты деп жазайық. Z қосу 14-тен 13. Z қосу 14-тен 13. Z азайту біреу, кешіріңіздер.
Енді бізде екінші жаңағы формуланың екінші түріне мысал келтірейік. Яғни бізде екінші формула, екінші және үшінші формуламыз бізде а азайту b-ның квадраты тең а-ның квадраты азайту 2ab қосу b-ның квадраты болатын. Және а қосу b-ның квадраты бізде а-ның квадраты қосу 2ab қосу b-ның квадраты болатын. Осыған мысалдар қарастырып көрейік. А қосу 7-ден 1-дің квадратын есептеңіздер дейді. А қосу 7-ден 1-дің квадраты, яғни бірінші санның квадраты, қосу 2 еселенген бірінші сан мен екінші санның көбейтіндісі, қосу екінші санның квадраты, яғни 49-дан 1. Жалғасты есептейтін болсақ, А-ның квадраты қосу 7-ден 2А, қосу 49-дан 1. Келесі 5-шісін қарастырып көрейік. 4,3-тен 1 азайту x-тің квадраты. Бірінші санның квадраты 4,3-тен 1-дің квадраты. Яғни оны біз 3-тен 13 деп жазсақ болады. 3-тен 13-тің квадраты азайту 2 еселенген 3-тен 13 көбейтілген x қосу x-тің квадраты деп жазсақ болады. 3-тен 13 дегеніміз, яғни 9-дан 169. Азайту 3-тен 26x қосу x-тің квадраты болады екен. Яғни бұл жерде, яғни азайту болса, мына 2a-б'ның алды азайту, ал енді қосу болса, а мен б'ның ортасы қосу болса, 2a-б'ның алдында плюс таңбасы болатындығын есімізге сақтап алсақ болғаны. Жалғасты мысалдар қарастырып көрейік. Үшіншіні қарастырайық. 4-тен n қосу 3-тен m-ның квадратын есептейік. 4-тен n-ның квадраты қосу 2 еселенген 4-тен n 3-тен m қосу 3-тен m-ның квадраты. 4-тен m дегеніміз, яғни 16-дан n-ның квадраты қосу, мына жерде қысқарту керек болса қысқартамыз, яғни 4 пен 2 қысқарады, мына жерде 2, 6-дан n қосу 9-дан m-ның квадраты деп жазуымызда болады. Келесі, яғни жаңағы формулалардың сол жағынан оң жағын келтіріп шығару. Яғни бізде жаңағы формулаларымыз тағы да жазып қоятын болсақ. Яғни бізде оң жағы берілген, оң жағынан сол жағын келтіріп шығарайық. А-ның квадраты қосу 2а қосу 1. Оң жағынан сол жағын қалай келтіріп шығарамыз? Яғни бірінші санның квадраты 2 еселенген бірінші сан мен екінші санның көбейтіндісі және екінші сан. Екінші санымыз, яғни бірінші сан бізде а, екінші сан 1 деген сөз. Онда ортасы қосу, яғни 2а-б'ның алды қосу болғандықтан а қосу 1-дің квадраты деп жазалады екенбіз. Осы сияқты біздер 4-шіні қарайық. n-ның квадраты қосу 14, n қосу 49. 49 дегеніміз бізде нешенің квадраты? 49 дегеніміз 7-нің квадраты. Сол себепті бұның формасы, яғни 2 көбейтілген 7 көбейтілген n деген сөз. Қосу 7-нің квадраты. Онда біз бұны n қосылған 7-нің квадраты деп жазалады екенбіз. Тура осы сияқты ондық бөлшек немесе жай бөлшек түрінде келсе де біз оны шығара аламыз. Қазір қараңыздар. 6-шыны қараңыздар. 3-те 61 қосу 3,8-ді қосу d-ның квадраты. 3-те 3,61 дегеніміз, яғни 1,9-дің квадраты қосу 2 еселенген 1,9 көбейтілген d.
қосу d-ның квадраты. Онда бұл дегеніміз 1,9 қосу d-ның квадраты болады деген сөз.